Алло, қызым қалайсың? Қайдасың? Саған өте маңызды айтатыным бар. Ешкім жоқ жерге баршы. Анамның діріл қаққан даусын естігенде шошып кеттім. Анашым, не болды? Неге даусыңыз дей бергенімде, анамның жылап жібергенін естіп, одан әрі қорқып кеттім. Анамның тоқтаусыз жылағанын мен байғұс ағам өлген екен деп ойлап едім. Бірақ олай емес екен. Мен үйдің кенжесі болдым. Үлкен әпкем, ағам бар. 3 ағайындымыз. Әпкем мен ағам біршама үлкен. Ағам бала кезден өте тентек болған. Үйдегі жалғыз ұл болғандықтан әке-шешем бетінен қақпай өсірді. Бірде көрші үйде той болып, барлығы сонда жүргенде, ағам қолына сіріңке алып, үйді өртеп жіберген екен. Үйсіз қалған менің отбасым далада қалған. Ол кездері қазіргі замандағыдай ақша жиып, көмек көрсетуді білмейді. Елдің өзі күн көрсін әзер тауып жүрген заман болу керек. Туыс-туғандар барынша бергендерін беретін. Үйсіз қалған әкемді кенже інісі қара шаңырақта бірге тұруға шақырады. Алайда абысын мен келіннің аралары баяғыдан дұрыс емес еді. Сол үйге барғалы, абысын мен келін жиі сөзге келіп, ол үйдің берекеті кетті. Менің әкем де, інісі де өте жуас жандар. Уақытша тұрған қайнағасының отбасын жақтырмаған келін, ашуланып ұлын алып үйден кетіп тынады. Артынан барған күйеуіне, ана үйді сат, қалада тұрамыз. Ағаңның отбасында шаруам жоқ, қайда тұрса онда тұрсын, үйді босатсын деп шарт қойыпты. Күйеуі, туған ағамды қалайша үйді босат деп айтамын. Бала кезден сол үйде өсіп өндік. Шын мәнінде ол үйде бәрінің де үлесі бар. Әке-шешемнің көзі болған шаңырақты қалайша сатпақшымын. Кішкене шыдасаң, ағам қайта үй салады. Бұл сөздеріне одан сайын ашуы келген әйелі, ағам деп қоймадың ғой, әлде ана сұр жылан жеңгеңде ойың бар ма? Сонша қорғаштап үйден кетірмей. Бұл сөздерге қатты намыстанған күйеуі, сол жерде жап аузыңды. Сендей санасызбен қалай бірге тұрғанмын? Енді үйге келуші болма. Дәл бүгін ажырасуға барамын деп ашуланып кетіп қалған. Сол күннен бастап екеуі екі жаққа кетіп тынды. Арада 1 жыл өткенде әйелі басқа жанға тұрмысқа шығып кетеді. Әкемнің інісі күйіктен, бәлкім басқа жағдай, әйтеуір ішкілікке салынған. Бірақ ішкілікке салынса да ешкімге зияны жоқ жан еді. Бәрі бір үйде тұрып жатты. Үлкен әпкем сол жылдары мектеп бітіргелі жатқан. Мектеп бітіргелі жатқан әпкем ойнап жүріп от басқан екен. Жүктілігін білген анам қызына әбден таяқтап, ойлана келе бұл жағдайды қайнысына жала жауып, осы бір қара шаңырақты мәңгілікке иелік еткісі келді. Ол кездері әкем жұмысынан қысқарып, малшы болып, үйдің бетін көрмейтін болған. Қара шаңырақта әкемнің інісі ара-тұра арақ ішіп келеді. Көп аса ағасы екеуі малды бірге бағып жүрген. Сондай сәтті пайдаланған менің анам өз қызын ішіп келген қайнысы жатқан бөлмеге кіргізіп, қасына жартылай шешіндіріп, жатқызып, сосын айғай шығарып көрші көлем еститіндей кеткен. Байғұс қыз амалсыз анасының айтқанын істеуге мәжбүр. Өйткені іші білініп қалған. Жүзі қара, сорлы басым-ай, не жаздым Аллаға, өз қарындасын қорлаған азғын. Әлі де есін жиып үлгермеген қайнанасы ештеңені түсінер емес. Жартылай шешінген қарындасын көргенде шошып кетті. Мен бұлай жасамадым. Мен айқайдан жиналған көршілеріне, менің анам, мына азғын осы уақытқа дейін қызымды зорлап келіпті. Айқайлап жылап, адамдардың одан әрі аяушылық сезімі мен ашуын туғызған. Көрші еркектер жазықсыз әкемнің інісін әбден соққыға шығып, милицияға ұстатыпты. Тергеу тексеру басталмай жатып, байғұс ағам, әкемнің інісі, бұндай жалаға шыдай алмай өзіне қол салған. Немесе милициялардың соққысынан өлді ме екен? Әйтеуір жұмбақ өлім орын алып, іс жабылыпты. Ағасының жағдайын ойлап, отбасынан бас тартқан әкемнің інісі 30-дан енді асқан ғана уақытта бұл өмірмен ерте қоштасты.
бәрінен де жазықсыз ауыр айыпты арқалап өмірден озған естіген туыстары менің әпкем мен анамды жек көріп араласпай кетіпті. Әкем байғұс күйіктен, ішкіліктен көз ашпай, соңы бауырдан ауруға шалдығып, 1 жылға жетпей інісінің жанына барды. Міне, солай анам 3 баламен жесір қалды. Осы қара шаңырақ үшін бір емес 2 адамның басын жұтқан анам кінәлі ме, әлде әпкем кінәлі ме? Жесір қалған менің анамды жүзі қара әпкемді көрген адамдардың бірі аяушылықпен қараса, енді бірі жек көрінішпен қарайтын. Арада айлар өтіп, әпкем үйде босанып алды. Сыныптастары оқып білім қуып жүргенде, менің әпкем бесік тербетіп отырды. Жә, оны қойшы, 1 бала тудым, енді тыныш жүрен деген әпкем жоқ. Қайта әдетіне басып, көзін қысқан еркектің асына табылып жүрді. Сол кезден бастап туыстар біздің отбасымыздан толық теріс айналды. Анам әпкемнің талай шашын жұлып, оқтаумен сабаған кездері болды. Алайда үйден қашып кетіп, міне көріңдер дегендей әртүрлі көлікпен таң атқанда үсті сасып келетінді шығарды. Анам байғұс әпкемді ұрып та, айғайлап та, жылап та бұл әдетін қойдыра алмады. Ауыл-ауылға әпкемнің атағы желдей есті. Әрине, жақсы атақ емес. Кейде тіпті еркектерден таяқ жеп, бет-аузы көгеріп келеді. Арада жылдар өтіп, әпкем үйде отырып тағы босанып алды. Әкесі белгісіз. Осы уақыттарда ағам да ержеткен шағы. Әпкесі туралы еститін бозбала өз әпкесін оңдырмай сабап жүрді. 9-10 сынып оқушы кезден бастап ағамның мінезі күрт өзгеріп, кеш батса, көше кезіп, арақ ішуді әдетке айналдыра бастады. Талай мектептегі кезекшілік, участковый ұстап алып, қанша ескертулер, сөгістер де айтылды. Сонша кінәнің өтеуі ме, әлде тағдыр ма? Анам қызы мен ұлын тәрбиелей алмай, үйде тек ұрыс пен айғай. 2 баласын өмірге әкелген әпкемді ағам ашумен өлтіруге дейін барды. Анам ордаға түсіп, әпкемді 2 баласымен үйден амалсыз қуады. Жалғыз ұлын қанішер келмеді сірә. Қалаға қаңғып кеткен әпкем балаларын еш ойланмастан жетімдер үйіне өткізіп, баяғы өз кәсібін бастап кетті. Енді ғана тыныш өмір сүрдім деген анам Алла үлкен сынақ дайындап қойған еді. Мектеп бітірген ағам кешкі отырысқа барамын деп ауру болып оралды. Мектеп бітіргенін шайтан сумен тойлаған ағам сыныптастары көлікпен ауыл шетіне шығып, қатты жылдамдықпен жарысқан. 2 көлік абайсызда соғылып, көлік апатына ұшырайды. Көлік жүргізген сыныптастары ішімдік ішкен. Сол бір апаттан көбі жарақат алып, 2 сыныптасы көз жұмды. Ағамның басына тиген ауыр соққыдан миы зақымдалып, комада 3 ай жатты. Жалғыз тұяғының өмір сүруіне күні-түні дұға жасаған анам 10 жылға қартайып кеткендей. Көзін ашып, есін жиғанда, анам байғұс қаншалықты қуанғанын тілмен жеткізіп айта алмаймын. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа бармады. Дені сау сияқты өмір сүрсе де басы ауыратын. Ағам бірден есін жоғалтып алады. Талай дала кезіп, әзер тапқан күндерімізде жетерлік. Анамның бар үміті келер жылы сауығып кетеді деп өзін сендіреді. Әр жыл сайын психологиялық емханаға жатқызады. Ол жерден қабырғалары жабысып, тамақ ішпейтін адам аш сияқты болып келеді. Сондағы анамның жылайтыны, Құдайым-ау, баламды емес мені ауру еткейсің, ұлыма шипа бере көр, орнына мені ауру ете көр. Кейіннен анам ағамды емханаға жатқызудан бас тартты. Үйде жүрсе толығып адам сияқты болып келе жатқан. Десе де дәрілерін уақытылы қабылдамаған ағамның басы жиі ауырып, жас балаша қиналып жылайтын. Психологиялық ауруханаға өткізу керектігін ауыл дәрігері жиі келіп ескерткен сайын, сендер менің баламды одан сайын ауру қылып жатырсыңдар, ұлымды өзім емдеп аламын. Үйден топ-толық болып барып, ауруханадан қабырғаларынан санап аларлықтай болып келеді. Жалғыз тұяғымды сендер өлтіріп тынасыңдар, еш қайда жібермеймін деп ауыл дәрігерін үйден қуып шыққан.
Одан кейін күндері де ауыл емханасына менің ағама қаншама жолдама келді. Анам ол жолдаманың бәрін өртеп жіберетін. Ал ағамның жағдайы күннен күнге өзгерді. Бұтына жіберіп қояды. Одан онысын үйдің қабырғасына жағады. Шай ішетін кеселерге кіші дәретін толтырып қоятынды шығарды. Талай ұшынып, ауырып қалған сәттеріміз аз болмады. Десе де анамның көңілінен аса алмай артық сөз айта алмадым. Арада қаншама жылдар өтсе де ағамның беті бері қарамады. Құжат жинап мемлекеттен жәрдемақы алатын болды. Өйткені басындағы зақымдалған миға қатысты ауруы орнына келмеді. Бәлкім ауруханаға жатқанда емделер ме еді. Ағамның қатарластары үйленіп балалы болғанда менің байғұс ағам үй қамағында ауру болды да қалды. Бұл қайтыс болған ағамның көз жасы ма екен, әпкемнің де жағдайы мәз емес. Қойшының қатыны болған. Десе де түрінен түр қалмаған. Бақытсыз екенін сұрамай-ақ білуге болады. Киген киімдерін көрсеңіз, ол киімді көшедегі қаңғып жүрген қаңғыбастар да кимейтін шығар. Сол өмірін таңдаған өзінен көрсін дегім-ақ келеді. Әттең, бір анадан туған бауырымыз ғой. Ішсе жаным ашса да, ол сол өмірді өзі таңдады. Әйтпесе оны жетектеп әр еркектің қойнына ешкім тықпады. Өзі солай, өз нәпсісіне ие бола алмады. Екі баласын да тірі жетім етіп тастап кете барды. Олардың қандай кінәсі бар еді? Кезінде бір балалы болғанда тыныш отырса, бәлкім бұндай өмір кешпес еді. Жас болсам да әпкем туралы жиі естігенмен ауылдағы адамдарды жек көретінмін. Сыныпта да менімен ешкім араласа қоймады. Олардың ойларынша менің отбасым бұзылған, ауру отбасы болғандықтан болар. Ағамның адам болмайтынына көзі жеткен анам мені 9 сынып бітіргенде үлкен қалаға колледж оқуға жіберді. Онда анамның алыс әпкесі бар еді. Соған жағдай айтып, сол үйде тұра бастадым. Әр демалыста келген сайын анамның таяқ жеген көгерген денесін көретін едім. Апа, ағамды ауруханаға жіберіңізші, бұлай қашанғы өмір сүреміз? Бұл сөзді талай айтқанда анам үндемей құтылушы еді. Үйде көп аса бола да алмаймын. 2 күн өтпей жатып, анам тез қайтшы қалаңа. Ағаң сені абайсызда жазым етер. Мұңды жүзімен қараған анамның сөзін жерге жастырмай қайтып кететінмін. Бірде анамның телефон соққанын көріп таң қалдым. Анам жиі телефон соқпайтын. Өзім үнемі бірінші болып хабарласатынмын. Алло, қызым, қалайсың? Қайдасың? Саған өте маңызды айтатыным бар. Ешкім жоқ жерге баршы. Анамның діріл қаққан даусын естіп шошып кеттім. Анашым, не болды? Неге даусыңыз дей бергенімде анамның жылап жүргенін естіп, одан әрі қорқып кеттім. Анамның тоқтаусыз жылағанын мен байғұс ағам өлді екен деп ойлап едім. Бірақ олай емес екен. Жылауын доғарып, анам кезінде қара шаңырақ үшін өзіне соншалықты жақсылық жасаған бейкүнә адамға жала жапқаны үшін Алла осылай жазалады. Әдеттегідей ауру ұлына тамағын берген анамды өз ұлы ұра бастапты. Қашып бара жатқан анам сүрініп жерге құлағанда, ауру ағам өз анасын күшпен киімдерін жыртып қорлапты. Өз ұлынан қорлық көрген анам енді бұлай өмір сүре алмайтынын біліп, соңғы рет маған хабарласып барлық жағдайды айтқанда, менің жүрегім қаншалықты тілімденген ешкім түсінбес сірә. Бәрінен де анамның туған ұлым қорлады деген сөзін естігенде, әттең, құлағым саңырау болып, бұл сөзді естімесем ғой деп қиналғанымды жеткізе алмаймын. Анамның өзіне қол салғанын білетін мен, туыстарына не көршілеріне хабарласайын десем, олардың мүлдем телефон номері жоқ. Ол кезде WhatsApp, VK дегендерді ауыл адамдары түсінбейтін. Ұстайтындары Nokia мен Samsung, тек байланыс үшін ғана. Анамның жағдайынан тек мен ғана хабардар едім. Сол күні ешкімге ештеңе деместен ауылға қарай құстай ұштым. 1,5 күн жол жүріп келгенімен еш пайда жоқ. Анам байғұс сарайда өзін асып қойыпты. Мен келгенше мәйіті де бұзылған. Ауру ағам месауы ауып, қайда кеткені белгісіз. Анамның сонша сасыған мәйітін көршілер де білмеген.
Айқайлап жылап жүріп оларды шақырып алып, туыстарды да жиып, анамды ана дүниеге шығарып салдық. Мәйітті жууға ешкімнің кіргісі жоқ. Әйтеуір ырымын жасады. Жаз айы болғандықтан жерлеу рәсімі тез орындады. Ал ағамды ауыл тұрғындары айдалада ұйықтап жатқан жерінен тауып алды. Дереу психханаға өткізіп жібердік. Ол кезде ағамды көрмек түгіл жек көрдім. Оның не жазығы бар еді. Ауру болғандықтан қандай күнә жасағанын да білмейді. Кім кінәлі деген сөзді жиі айтатын мен біраз жылға дейін өзіме келе алмай жүрдім. Анамның соңғы айтқан сөздерінен ешкімнің көз жасына қалмау керектігін түсіндім.